үйде сот орындаушыдан жоқ, былай ғой. Үйге хат келген жоқ банктен, иә. Коллекторға өтті деген, иә. Берешегім осындай деп. Сот орындаушыдан хат келген жоқ қой. Сот шешім шықты осындай деп. Сот шешім шыққан жоқ. Нотариустан еш нәрсе келген жоқ. Тек мен 4-9-ға звондағанда жаңағыдай деп тұр маған. Коллектор өтіп кетті, сізге біздің жұмысымыз емес деді да. Бірден коллектордың адресін берді маған. Сот несімен, номерімен бірге. Неге өтетіндерін білмеймін. Заң бойынша олар негізінде коллекторға өтетін болса, қандай жағдайда өтетін болса, былай ғой, 36-да бап болу керек ұмытпасам. Сенің дербес деректерің бар ғой, сол өңделетін болғаннан кейін міндетті түрде оған хабарлап айту керек саған. Осы солай деп заңда да жазылып тұрған. Осындай коллекторлық ұйымға берейін деп бір айдың көлемінде сен кешіктіріп бастадың ғой. Бір айдың көлемінде айту керек. Төле анау мынау. Сосын 3 айдан кейін, сол 3 айдың ішінде ол айтады саған. Төл беретін кезде 3 ай өткеннен кейін. Біз коллекторға берейін деп отырмыз, хат келеді саған. Коллекторға бердік деген хат келеді, түсіндің ғой? Одан кейін коллектор біз алдық деген хат келеді. Сондай ғой ол. Енді қазір енді счетыңды бере бер. Банкке ақша түседі, олар 50% ғана ұстайды. Айлығын. Сөйтіп, енді бәрін 50% ұстап бастайды ғой. Сол кезде немесе қазір істесең де болады, беріп тастай бер. Банктен берешегіңді анықтап алу керек, қазіргі күнге қанша болып тұрғанын ше. Сосын берешегің ұсталғаннан кейін банктен выписканы аласың. Выписканы ай сайын болмаса 3-4 айда алып, есебін көріп отыр, қаншасын ұстап қалды. Егер де ол есепте көрінбесе, қайда кеткені, онда банк ұстап айлығын түсетін банк бар емес пе? Қай банк? Народный. Сол Народныйдан сұрап отыру керек. Мен ақшам қайда кетті деп, олар ақпарат беріп отырады. Осылардың бәрін жинақтап отырасың, сол кезде кредиттің жабылғанын көресің. Түсіндің ғой, иә, түсіндім. Ақша түсіретін қыласың, 50% ұстап тұрады, выписка аласың, ақшаның кеткенін анықтап отырасың. Қазір егер мүмкіндігің болса, хат жазып, егер өзің жаза алатын болсаң, хат жазып банкке барма, сандалма, олар саған ақпарат бермейді. Өткен жолы бір адам барып сөйтіп кетіп, сол жаққа 40 мың теңгесін құр босқа жұмсап, қайтып келді. Дымға жарамайтын ақпарат алып келді. Түкке өзі келген кезде түсінді оны ше. Кеше ғана мен Қызылордада болдым, бір апа мәз болып отыр, маған график істеп кетті деп. Бірақ график емес, өзінің қолында өзінің арызы жүр. Мен сонымен төлеп жатырмын дейді да. Өзінің жазғанына өзінің басқа дым банктың қатысы жоқ қылып істеп берген, түсіндің ба? Маған сөйтіп айтып тұр ғой сөздер. Жоқ, олар айта береді, бірақ банкте тұр әлі өтіргенмен оның бәрі. Коллекторға былай ғой. Коллекторға бердік десе, ол сатып жібергенді айту керек. Коллекторға осы ақшаны өндіруге берді десе, ол бөлек әңгіме, екі нәрсе. Енді сен қазір берешекті анықтатып алу үшін арыз жазып жібер оларға. Менің бүгінгі күнгі берешегім қанша деп хатпен жазып жібересің. Оны электронды поштасымен де тапсыруға болады. Қол қойып, қағаздан шығарып, почта арқылы тапсыруға да болады. Екеуімен тапсырасың, 15 күн күтесің, жауап болмаса үстіне шағым жазасың. Түсіндің ғой, иә? Егер осылардың бәрін істей алмаймын дейтін болсаң, онда бізге келіп, біз өзіміз орындап береміз. Болмаса бұның бәрі ешқайсысы керек емес десе, керек емес, ақша шығарғым келмейді дейтін болсаң, онда отырасың, айлығынан ұстап отырады жаңағыдай 50%. Сол бәрі біткеннен кейін бар, бітті-ау деп ойлаған кезде бар, берешек анықтау жұмыстарын жүргізесің. Ол кезде кеш болып қалмау болсын. Осы кезде анықтап ал сен жаңағы, иә? Пениясы бірдеме өсіп тұрған жоқ, өтірік қосып тұрма, қоспай тұрма, оның бәрін анықтап алуың керексің. Кейде өкінішке орай банктер ондай қателіктерге, заң бұзушылықтарға жол береді. Сол ғой біздің қазір осы кезде жұмыстар жүргізіп отырғанымыз. Ертең берешек анықтап бермеймін саған осындай қарыз деп. Соның аласында АФР-ге жіберу керек. Заңдылығын тексеруге деп, тексертіп алу керек онда. Түсінікті болды ма? Енді мен ол үшін қазір сіздермен қалай не істесем? Ол үшін бізбен келісім, егер біз арқылы анықтап аламын десең, келісімшартқа отырасың, біз келісімшартпен аламыз да. Жаңа қай банк берді кредиттік ұйым? Иә, соған хат жазамыз. Бүгінгі күнге сенің берешегің қанша екен? Коллекторға өтті десе, ол коллектордағы ақпаратты аламыз. Сосын жинаймыз да бәрін, заңдылық анықтауға тапсырамыз. 4-5 айға кетеді оған. 4-5 ай. Иә, бірақ айлығым түсіп тұра береді, жаңа бере беремін 20 саным деп. Иә, бере бер, айлығың түседі, анау өтеле береді. Сумма жаңа анықталған күннен бастап өтелген қарап отырасың ғой. Мынаша сумма деп айтады, соны өтелген. Түсіндің ғой, ойланып барып келесің ғой үйге. Жақсы.